Сәлем көрермендері, кешегі жаңалық бойынша банкке енді қарыз азаматтар мүлдем кредит ала алмайтын болды. Ол туралы Тоқаев кешегі күнгі заңына қол қойған болатын. Жалпы банк қызметіне өзгерту мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасына заң күшіне еніп қол қойылды деп жариялады Ақорда сайты. Қабылданған заңға сәйкес басында кредиті бар қазақстандықтар қайта қарыз ала алмайды және де бірінші кредиттік бюроға кредиттік төлемді кешіктіру туралы ақпарат 15 күннен 1 күнге дейін қысқартылды. Яғни бір күннің ішінде сіздердің ақпараттарыңыз кредит төлемеген туралы жеткізілетін болады. Микрокредиттік организацияларға қарыз азаматтардың кредиттік жүктемесін азайту мақсатында артық несиенің сомасын 2 есеге азайту туралы ұсыным берілді. Яғни 100%-дан 50%-ға дейін қысқарту ұсынылды. Яғни қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осындай ұсыныс тастады. Жалпы осы заңдардан кейінгі келесі кезекте жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылданады деген ниеттемін. Каналға жазылып, тіркеліп, лайк баса кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар.